Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бүгін әлеуметтік лингвистика пәні бойынша 10-шы лекциямызды бастаймыз. Бұл лекцияның тақырыбы этнотілдік ахуал. Бұл сабақта мынадай мәселелерді қарастырамыз. Бірінші, этнолингвистикалық ахуал, екінші, тілдік ахуал және оның типтік түрлері. Құрметті білім алушылар, әлеуметтік лингвистиканың басты зерттеу нысаны болып табылатын мәселелер қатарына этнолингвистикалық ахуал және тілдік ахуал проблемалары жатады. Соның алғашқысы этнолингвистикалық ахуал мәселесі. Белгілі бір этникалық қауымдастықтағы тіл проблемаларын шешуді саналы түрде жоспарлау мен іріктеу алдымен сол жердің өзіне тән қалыптасқан этнолингвистикалық ахуалын анықтап алуды қажет етеді. Этнолингвистикалық ахуал деп белгілі бір әкімшілік аумақтағы этностар құрамы мен олардың тілдердің сол аумақ шегінде таралуының жай-күйін айтады. Этнолингвистикалық ахуал ұғымы тілдік ахуалмен өзара тығыз байланысты. Сондықтан олардың бірлігіне көңіл бөліп, шығатын барлық нәтижелерді қоса қарастырудың мәні зор. Бұл жайында Никольский, егер этнолингвистикалық ахуал термині тілдердің кеңістік бойында таралуына қатысты қолданылып, олардың бір-бірімен қарым-қатынасын көлденеңінен қарастырса, тілдік ахуал термині тілдердің әлеуметтік жіктер мен әлеуметтік рөлдер бойынша бөлінісін тігінен қарастырады дейді. Құрметті тыңдаушылар, бұл туралы кеңірек мәліметті Никольскийдің «Язык в политике идеологии стран зарубежного Востока» атты еңбегінен табасыздар. Қазақстан қазақ ұлтынан басқа көптеген этнос өкілдерінен тұратын мемлекет. Бұл күндері оның өзіне тән қалыптасқан әлеуметтік коммуникативтік жүйесін 128 тіл құрайды. Егер тіл атаулыны сөйлеушілердің санына қарай бір сапқа тізер болсақ, дейді белгілі ғалым Қасанұлы, көш басында қазақ тілі де, соңында екі адам ғана сөйлейтін Н тілі орналасқан болар еді дейді. Жоғарыда баяндап өткеніміздей, Қазақстандағы осы халық тілдерін сөйлеушілердің саны мен атқарып келе жатқан қоғамдық қызметінің көлеміне қарай шартты түрде 3 топқа бөлуге болады. Бірінші, қоғамдық қызметінің ауқымы кең тілдер. Оған мемлекеттік тіл қазақ тілі мен орыс тілі жатады. Екінші, қоғамдық қызметінің ауқымы тар тілдер. Бұл топқа қоғамдық қызметі біршама дамыған, дегенмен тар ауқымды қамтитын, кейбір қала аудандарда шоғыр орналасқан украин, неміс, татар, поляк, шешен, ингуш, өзбек тілдері жатады. Бұл тілдердің қай-қайсысы да оқу тілі, оқу пәні ретінде және ұлттық мәдениетте қолданылады. Үшінші, қоғамдық қызметі нашар дамыған тілдер. Бұл сөйлеушілер санаулы болып келетін, жазу жоқ, отбасы ішінде өз ұлыс өкілдері арасында ауыз әдебиетінде ғана соның өзінде шектеулі қолданатын тілдер. Мәселен, оларға әр жерде бір кездесетін, санаулы ғана адам сөйлейтін рутул, сахур, далган, манси, эбен, эн, карайым сияқты тілдер жатады. Құрметті білім алушылар, енді лекциямыздағы екінші үлкен мәселе тілдік ахуал және оның типтік түрлеріне тоқталайық. Тілдік ахуалдың танымдық аппараты мен анықтамасына, оның өзіндік түрлеріне арналған көптеген әлеуметтік лингвистикалық әдебиеттер баршылық. Дегенмен ол жөнінде Степановтың, Аврориннің, Никольскийдің, Швейцердің еңбектерінде біршама кең түрде қарастырылған. Жалпы тұжырымдауда тілдік ахуал деген белгілі бір этникалық бірлестіктегі немесе көп тілді әкімшілік аумақтағы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін тілдік құрылымдардың қызмет ету жағынан бөлініп таралу процестері мен оған әсер етушілік күші бар әлеуметтік факторлардың жиынтығы дегенді білдіреді. Ол социумдағы тіл өмірінің маңызды базисін көрсетеді және мәні тілдің қызмет етуінен көрінеді. Осыған қарағанда тілдік ахуал да этнолингвистикалық ахуал сияқты қоғамдағы түрлі тіл тұтынушылардың белгілі бір қоғамдық тілдік тәжірибесінен шығатын шынайы құбылыс. Бұл екі құбылыстың екеуі де қоғамның тілге қатынасының нәтижесі, сондықтан олардың арасында әрқашан жақын байланыс пен өзара тәуелділік болады. Дұрысында тілдік ахуалды бір ұлтты не көп ұлтты, көп тілді әкімшілік аумақтағы тілдердің қызмет етуінің тарихи салыстырмалы процесінде ала отырып қарастырған жөн. Мұнда этнос тілдері өзара бірдей немесе әрқилы құқықтағы қатынаста бола отырып,
қоғам өміріндегі сан алуан қызметтерді атқарады. Ал бұл сол қоғамдағы тілдік ахуалдың өзіндік ерекшелік белгісін танытады. Түрлі елдердегі не оның өз ішіндегі әкімшілік аумақтарында қалыптасқан осындай тілдік ахуал түрлері зерттеушілерге қозғау салып, оларды белгілі бір типтерге топтастыруға түрткі болды. Тілдік ахуалдың осындай үш түрлі типтік түрін, типологиясын Степанов жасады. Оның біріншісін ол роман тілдес елдердегі тіл мен диалекті қатынасынан көрсетеді. Әйтсе де роман тілдес елдердегі бұл қатынастарда салыстырушылық мүлде бірдей еместігі жөнінде зерттеуші ескерту жасайды. Тілдік ахуалдың екінші түрін ол туыстас тілдердің сөйлеушілеріне тән тарихи, мәдени, әлеуметтік, саяси және басқа да факторлардың негізінде жасаса, үшінші түрін туыстас емес тілдерді қатыстыра отырып жасаған. Құрметті білім алушылар, бұл туралы мәліметті Степановтың «Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи» деген еңбегінен оқып танысуға болады. Қазіргі әлеуметтік лингвистиканың теориялары мен проблемаларына және әдістеріне арналған монографиясында Швейцер тілдік ахуалды топтастыруға мынадай қажетті шарттар ұсынады. Бірінші, әлеуметтік мәртебе. Сол қоғамда қолданылатын тілдің, оның вариантының өзге тілдерге қатынасы бойынша алатын өзіндік орны, жағдайы. Екінші, әлеуметтік қызмет. Тілдің, оның вариантының түрлі салалардағы қызметі. Үшінші, әлеуметтік қарым-қатынастық роль. Тілдің, оның вариантының нақтылы саяси әкімшілік ұйым шегіндегі қызметі. Швейцар әлеуметтік мәртебе ұғымына тілдердің ресми, заңды және шын мәніндегі мәртебесін жатқызады. Ал оның өзі, бірінші, ресми мәртебе тілдің не оның вариантының заңмен бекітілген жағдайы арқылы анықталады. Екінші, нақтылы мәртебе сол тілдің қоғамдағы орны мен рөліне негізделеді. Оған сол тілде сөйлейтін адамдардың саны, олардың этникалық, мәдени және демографиялық мәліметі, қолдану аясы, сөйлеушілер арасында қос тілдік, көп тілдік немесе диглоссияның барлығы, тіл мәртебесіне күмәнділік туғызбау, тағы басқалар жатады. Бұл туралы толық мәліметті Швейцардың «Современная социолингвистика. Теория, проблемы и методы» атты еңбегімен танысуға болады. Тілдік ахуал типологиясының тағы бір түрін Фергюсон жасады. Бұл типологиялық құрылым қысқаша айтқанда формула социолингвистикаға профилі стран деген атпен белгілі болды. Фергюсон мұнда тілдік ахуалды типтендірудің өзіндік өлшемдерін белгіледі. Ол мынадай мазмұнды қамтиды. Бірінші, сандық демографиялық белгілер, үлкен және кіші тіл деп бөлінетін тілдердің саны. Екінші, тілдің лингвистикалық варианттары, классикалық тіл, стандартты тіл, әдеби тіл, жергілікті тіл, креол тіл, пижин тіл, ерекше тіл. Үшінші, тілдің қызмет ету аясы, этникалық, ресми, лингва франка немесе койне, аймақтық тіл, интернационалдық тіл, мектепте қызмет ететін тіл алынды. Тілдік ахуалдың тағы бір үлгісі Никольский сұнды. Ол тілдік ахуалды алдымен қоғамдық қызметі сәйкестенген немесе қоғамдық қызметі сәйкестенбеген тілдермен болатын екі құрылымдық түрге бөле отырып, оларды экзоглостық және эндоглостық тілдік ахуал түрлері деп ажыратады. Экзоглостық тілдік ахуал белгілі бір әкімшілік аумақтағы жекелеген тілдер жиынтығынан құралса, эндоглостық ахуал белгілі бір әкімшілік аумақтық құрылымдағы қосымша тіл мен қызметтік стильдер жиынтығынан тұрады. Тілдік ахуалды топтастырудағы осы теориялық құрылым Азия, Африка және басқа да шет елдердің ұлттық тілдік тәжірибесінің нақтылы тілдік материалдарында сыннан өткен, және ол толық түрде белгілі бір әкімшілік аумақтағы тілдік ахуалдың әлеуметтік лингвистикалық сипатын қамтып көрсете алады. Мұны көп этносты, соған орай көп тілді болып келетін біздің еліміздің тілдік ахуалын сипаттауда да пайдалануға әбден болады. Қазақстан тіл мен мәдениетке бай республика. Мысалы, еліміздің оңтүстік пен солтүстік, сондай-ақ шығыс пен батыс аймақтарында тілдік ахуалдың өзіндік ерекшеліктері бар. Соған әсер етіп отырған әлеуметтік факторлар да әртүрлі.
Демек, осы мәселелерді ескере отырып, жалпы Қазақстанның және оның жекелеген аймақтарының тілдік ахуалдарын топтастыруға болады және оның тіл дамытуды саналы басқаруда маңызы зор. Арнайы зерттеу нәтижелері бойынша қарағанда, еліміздегі қазіргі таңда қоғамдық қызметі сәйкестенбеген тілдерден тұратын екі компонентті экзоглостық тілдік ахуал түрі қызмет етеді. Басқаша айтқанда, қоғамдық қызметі сәйкестенбеген экзоглостық тілдік ахуал кез келген этностар тілдерімен, қазақ және орыс тілдерімен қатар қызмет етуімен сипатталады. Осымен сабағымыз аяқталды. Көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.